соған қарамастан сіз өте көп хейт алатын мұғалімсіз да. Мені қолдайтын президент қана деп қойыншы. Сондай бір жарқын, креативті балаға деген қарым-қатынас, оған подход таба білу, тілін таба білу. Қазір кім біледі, интернетте порно көріп отыр ма балалар? Мәселен, ойын ойнап отыр ма? Әлде ізгілікті ұстаздың креативті күлдіріп отырып берген тәрбиесін қарап отыр ма? Бізде жоқ қой контент, ал сіз беріп тұрсыз. Неге соның аяғына жармасып бізде тартады? Мектебінде кішкентай минус болса, ол жария болып кетуі мүмкін да. Ол резонанс болуы мүмкін. Негізі мен қазіргі қорқынышым да сол. Мен мектебінде болатын кез келген баламен болатын жағдай ол үлкен резонанс болуы мүмкін. Себебі сен танымалсың, себебі сен айтады. Ой, билеп жүргенше мектебіне қарамай ма? Дәл сол жағдай басқа мектепте болса, ол тып-тыныш жабылып қалуы мүмкін. Ал кейде керемет жаңалықтар болса да, оны мен өзім мектебімде өзім пиарить етемін. Басқа ешкімге керек жоқ. Сонысында көп адам ойлайды, ол жеке мектеп па деп. Жоқ, ол жеке мектеп емес, ол мемлекеттің 2200 бала оқитын мектебі. Бірақ ол маған ғана керек сияқты сезім болып тұрады. Қиын, бір иненің үстінде жүргенде ше.